Пневмококқа қарсы вакцина сіздің балаңыздың өмірін қорғайды. Құрметті ата-аналар, әрбір ата-ана өзінің баласын ауырмағанын қалайды. Алайда аурулар аяқ астынан басталып, бірнеше уақыттың ішінде пневмокок инфекциясы өкпенің ауыр қабынуын, ми қабынуын, құлақ инфекциясына және де қан инфекциясына соқтырып әкелуі мүмкін. Ең осал топ ол 5 жасқа дейінгі балалар, әсіресе 2 жасқа дейінгі сәбилер, себебі олардың иммундық жүйесі әлі дұрыс қалыптаспаған. Алдын ала шарасының бірі ол вакцинация. Вакцина балаға ауру тудырмайды, керісінше ол ағзаға түскен инфекцияны жеңіл түрде өтуге көмектеседі. Пневмококқа қарсы вакцина әлемде миллион балаларға салынып жатқан вакцинаның біреуі. Ол вакцинаның қауіпсіздігі мен тиімділігі дәлелденіп, Қазақстан Республикасының ұлттық екпе күнтізбесіне енгізілді. Бұл вакцина 2-4 айында алынады және 1 жасында алынады. Кейбір балаларда салынған жері қызарып, ауырсынып, дене қызуы аздап көтерілуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай. Бұл белгілер 1-2 күнде кетеді, себебі ол ағзаның беріп тұрған қалыпты жауабы. Балаңыздың денсаулығын бүгін қорғаңыз, профилактикалық екпелерді уақытында алыңыз. Балаларыңыздың денсаулығы сіздің қолыңызда.